Баршаңызға сәлем. Той жиындарда немесе мерекелік дастархандарда ең көп қойылатын майонезсіз салаттың бірі дәл осы сочный тайский салат. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай сәбізімізді үккіштің көмегімен ұзынша етіп өткізіп аламыз. Өткізіп болғаннан кейін үстіне кішкене тұз сеуіп, осылай қолымызбен сәбіздің суы шыққанша араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін кішкене қойып қоямыз. Енді осындай балығын қиярымызды ұзынша етіп турап аламыз. Барлығын ұзынша етіп турап алдық. Қалауларыңыз бойынша қалай болса да әдемілеп турап алсаңыздар болады. Екінші қиярымызды да тура солай ұзынша етіп турап алдық. Туралған қиярымызды тысымызға салып алдық. Енді осындай болгар бұрышымызды да екі бөлікке бөліп, ортасынан тағы бөліп, осылай ұзынша етіп соломка ретінде тураймыз. Енді сары түсті болгарымызды да дәл солай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Құрметті көрермен, сіз менің каналымда алғаш болсаңыз, рецепті жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірге өз ойыңызды қалдырып қойсаңыздар, қатты қуанып қалар едім. Болгар бұрыштарымызды турап болдық. Енді қайнаған суға піскен етімізді де ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Етімізді турап болдық. Оны ыдысымызға салып, енді қызанағымызды да ұзынша етіп турап аламыз. Барлық қызанақтарымызды турап болдық. Енді осындай укропты қалауыңызша майдалап турап қоссаңыздар болады. Енді жаңағы қолымызбен езіп суын шығарып алған сәбізімізді осылай үстіне қосамыз. Сосын чесноктың 4 тішесін осындай үккіштің майда бөлігінен өткізіп аламыз. Енді үстіне осындай соевый соустан 2 ас қасық құйып жібереміз. 1 шай қасық тұздан немесе ашылау болсын десеңіз 2 шай қасық қоссаңыздар болады. Осындай сосын чим-чим заправкасын для огурцов дегенді 1 пачкасын қосамыз. Үстіне қызып тұрған ыстықтай сұйық майымызды қосып, барлығын осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Салатымызды араластырып дайындап алдық. Енді кішкене уақыт тоңдырып қойғаннан кейін осылай тәрелкемізге салып, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Біздің тай стиліндегі етті салатымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап дастарханыңызға қойсаңыз, суына дейін нан батырып жеп қояды. Енді дәміне сөз жоқ, сақтап алып сіздер жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.